оқырмандар, жазушы Тәкен Әлімқұловтың 105 жылдығына арналған «Көркем сөз зергері» атты кітап көрмемізді ұсынамыз. Тәкен Әлімқұлов 1918 жылы 22 қарашада оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауылында дүниеге келген. Ол өзінің еңбек жолын өте ерте бастады. 14 жасынан колхозда жұмыс істеді. 1945-1949 жылдары облыстық оңтүстік Қазақстан газетінде жауапты хатшысы болып қызмет етті. Сонымен қатар Тәкен Әлімқұлов өз білімін жетілдіру үшін Горький атындағы әдебиет институтына оқуға түсіп, оны 1956 жылы аяқтады. Тәкен Әлімқұловтың «Сапар» атты алғашқы өлеңдер жинағы 1950 жылы жарық көрді. Одан кейін жазушының «Жазғы жаңбыр», «Боз жорға», «Тұлпардың тағдыры» және тағы да басқа поэзия жинақтары шықты. Тәкен Әлімқұлов қазақ әдебиетіндегі әдеби сын жұмыстардың авторы ретінде де танымал болды. «Өткен мен қазіргі» деген атпен өзінің алғашқы кітабы жарық көрді. Жалпы әдеби шығармашылықпен қатар көркем аударма саласында да жемісті еңбек етті. Кітап көрмесінде Тәкен Әлімқұловтың өмірі мен қызметі жайлы шығармалары және ол туралы мақалалар мен естеліктер ұсынылады.